Сәлем, қадірлі көрермен. Сезім бағы жобасында тағы да жаңалық. Бір кезде жобаның тірегіне айналған Шахкерім мырза бұл жобадан әлдеқашан кеткен еді. Оның орнын уақытша басқан адамда енді өз жолын таңдап басқа бағытқа бет бұрды. Осылайша бас редактор мен жүргізушінің орны бос қалды. Жоба тағдыры енді кімнің қолында? Жаңа маусым жақындап келе жатқанда көрермендердің көкейінде бір ғана сұрақ: бұл орынға кім келеді? Әлде Шахкерім өзі қайта орала ма? Көрермендердің пікірі қақ жарылды. Бірі Шах мырзаны қайта шақырса дейді. Енді бірі мүлде жаңа есім көргісі келеді. Көптің көзіне түскен бір пікір бәрін дөп басқандай: не болғанын білмеймін. Бірақ бір ғана адам, Камила ханым, соңына дейін барын салды. Енді 9 маусымда жаңа студия, жаңа жүргізуші, жаңа редакция, жаңа қатысушыларды күтеміз. Шахкерім мырза өзінің әлеуметтік желіде астарлы жазбасын қалдырды. Қазақтың есегі судан өткенше деген мақалын мысалға отырып, қоғамдағы мінез, ниет және орта жайлы терең ой қозғады. Бірақ көрермен бұл ойды әртүрлі қабылдады. Кей пікірлерде сын айтылды. Даналық айтасың, бірақ жасаған ісің соған сай емес сияқты. Бір-біріңді сөзбен емес, сабырмен түсінгендерің дұрыс еді. Камила жай көмекші емес, бүкіл жобаның ауыр жүгін көтерген тұлға. Алайда қолдау білдіргендер де баршылық. Сіз сезім бағының жүрегі едіңіз, әрі солай болып қала бересіз. Сізді тек Алла қолдайды. Кәсіби жүргізуші ретінде өз орныңызға оралуыңызды қалаймыз. Жобаның шынайылығы сіз кеткен соң бәсеңдеді. Қалай болғанда да сезім бағының тағдыры шешуші кезеңде тұр, орын бос. Көңіл күпті. Көрермен дайын. Ал кім келеді? Бәлкім бұрынғы тұлға қайта оралар. Бәлкім жаңа есіммен жаңа тарих жазылар. Бір нәрсе анық. Сезім бағы қайта жаңғыруға дайын. Сезім бағы жай ғана жоба емес, көрерменнің жүрегінде орныққан шынайылық алаңы. Бұл жерде тек махаббат қана емес, адамгершілік, кәсібилік, өзара сыйластық сынға түседі. Шахкерім мырза осы жобада тек жүргізуші болып қана қойған жоқ. Ол жобаның бағытын айқындап берген, талай қатысушының тағдырын түгендеген, көрерменнің сенімін жаулаған тұлға еді. Сондықтан оның әрбір сөзі де, әрбір жазбасы да ел назарынан тыс қалмайды. Кейінгі жазбасы да соның дәлелі, астарлы ой. Терең мағына, қазақы таныммен тұнған мәтін. Бірақ көпшілік бұл жазбаны әртүрлі қабылдады. Бірі оны данышпан көрсе, енді бірі реніш пен өкпенің елесі деп ұқты. Сонда да бір нәрсе анық. Сезім бағы бос емес, ол күтіп тұр. Ол орын тек камера алдында күліп отыратын адамға емес. Ол орын жауапкершілігі зор, ауыр жүкті арқалай алатын тұлғаға тиесілі. Ол орын халықпен бірге тыныстайтын шынайы жанға қажет. Жоба көрермені де өскен, талғамы да артқан. Қазір оларға жай шоу емес, шындық, тазалық, шынайылық керек.